أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين. Құрметті жамағат, бүгінгі сіздермен толғайтын тақырыбымыз, баяндайтын уағызымыз бұл жүректің дерттерінің біреуі, адамдардың амалын жоққа шығарушы жойт деп айтамыз ба, амалдың дұшпаны рия жайында болмақ. Жалпы әрбір адам жаратылысында өзінің табиғатында өзін ерекше бір жаратылыс ретінде көреді түйсігінде. Басқалардан ерекшеленіп тұратын қасиеттер болса, соны әйгілеп, сол жағынан халықта, қоғамда сондай бір өзінің бір тұлғалық келбетін қалыптастыруға тырысады. Енді рияның тілдік мағынасы бұл араб тіліндегі роа сөзінен шығады, етістігінен, түбірі руия, яғни көру, содан шығып келетін рия сөзі, тілдік мағынасы біреудің құрметіне ие болу, өзінің бас пайдасын ойлап, өзінің бойында елден ерек қасиеттер мен ерекшеліктері бар екендігіне өзгенің көзі түсіндеп, солардың назарын аударуға іс-әрекет жасау. Бұл тілдік мағынасы. Енді шариғаттағы мағынасы рия сөзінің Алла ризалығы үшін жасалуға тиісті амалдарды сол амалдарға адамзатты ортақ қылып, Алла тағаланың риза болғанын, Алла тағаланың көріп тұрғанын жеткіліксіз санап, басқа жолдардан медет тілеу. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде келеді, қазір айтатын боламыз. Бұл рия жайында қатаң сөгіс ретінде айтқан хадистер бар. Тіпті жаңағыдай оның шіркке жататындығы жайында айтылған хабарлар бар. Бұл рия дегеніміз әр нәрсенің өзі құрты болатын сияқты, бұл да сауаптың құрты рия екен. Рия Алла тағалаға құлшылықты Алладан басқа үшін атқарып, оны дүние табудың жолына айналдырып, Алланың әмірін орындау мақсатында емес, адамдар көрсін деген ниетпен жақсылық жасау. Яғни Алла тағаланың бұйырған бұйрықтарын Алла тағала үшін жасалу керек болған іс амалдарды, соны бір дүниеде бір кейбір мақсаттарға жетудің бір василасы болмаса, соның жолдары ретінде қарастыру. Бұл да осы жаңа рияның анықтамасы. Енді Бақара сүресінде Алла тағала Бақара сүресінде былай деп баяндайды: Астағфируллах, я айюхаллазина аману ла тубтилу садақатикум билманни вал аза каллази юнфиқу малаху риа ан-наси ва ла юъмину биллахи вал яумил ахир. Ей муминдер, Аллаға ақырет күніне сенбей, адамдарға көрсету үшін мал сарып қылған кісідей садақаларыңды міндет қылу немесе ренжітумен жойып алмаңдар дейді. Яғни күнімізде бұл нәрседен біз осы аяттан тәсір алуымыз керекпіз, ғибрат алуымыз керекпіз. Кейбір қауымдарды келтірді, мысалға, өздерінің жасаған жақсылықтарын міндет қылу арқылы соның сауабынан махрум қалғандығын жайында айтылады. Сол сияқты бізге де ескерту жасап, иман келтіргендер, сол сияқты болып қалмаңдар деп Алла тағала ескерту жасап отыр. Енді Құранда осы рия жайында айтылған аяттар бар. Жалпы мағынасында олардың барлығы құлшылық ниетінсіз, Алланың ризалығын көздемей, тек сырт көз көрсін деп садақа бергендер, атақ даңқ үшін немесе Алла жолында күрескендер, яғни бел шешіп кіріскендер. Бұл Алла жолы деп отырғанымыз, бұл жерде көптеген Алла жолына көптеген жолдар кіреді. Білім алу болсын, басқа да мысалы садақа тарту болсын, көмектесу болсын, бұның бәрі Алла жолы болып есептелінеді. Соған бел шешіп кіріскендер, бірақ оның мақсаты неде? Бұл жердегі яғни құлшылық ниетінде емес, өзінің бір дәрежесін көтеріп алу үшін, болмаса қоғамда бір айтарлықтай бір орнын тауып алу мақсатында, болмаса рейтингті көтеріп алу мақсатында солай бел шешіп кіріскендерге осы Құранда осындай ескертулер келеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде үмбетімнің Аллаға серік қосып кететінен қатты қорқамын дейді. Бұл сөзіммен олардың
айға, күнге немесе бұтқа, отқа табынып кетулерінен емес меңзеп тұрған жоқ дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мені қорқытатын нәрсесі Алладан басқаға жасаған амалдары мен жасырын қалаулары дейді. Рия деген нәрсе ол негізінде адамның ішкі жасырын қалауы. Ол көрінбейді. Яғни сырт көзге бір тақуа болып көрінгендей сыңай танытады. Болмаса сол бір ықыласты, бір Алла разылығы істеп жүрген сыңай танытады. Міне осыны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әу баста айтқан екен. Яғни иман келтірген әрбір момынның бойында бек болып қалуы мүмкін қаупі бар. Ол рия дегеніміз жаңағы айтқанымыздай ол жасырын болған себебінен оны кейде адам баласы өзі аңғармай қалады. Бірақ оны әр сәтте адам өзінің істеп атқан тірлігінде сол нәрсені қадағалап, жүрегіне үңіліп, сол нәрсені ара жігін ажыратып, тек қана Алла разылығы үшін деген ниетті жаңартып, холис қылып қою керек. Бұл сондай күресті талап ететін мәселелер, яғни жүректің дерттері. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, мұсылмандардың Аллаға серік қосып кетуінен қорқам деді, бірақ серік қосу деп отырғаным бұл жерде меңзеп отырғаны бір серік жаңағы күнге табынып кетеді, болмаса басқа бір нәрсеге табынып кетпейді. Сондай жаңағыдай жасырын қалауларын үшін, кейбір дүниелік мақсаттары үшін жасап қоятын құлшылықтардан қорқам деп айтып отыр. Енді құдси хадисте Алла тағала өзі істеген амалына менен басқаны ортақ қылған адамды да оның серік қосқан нәрсесінде мен қабылдамай кері қайтарамын деген екен. Енді білесіздер, хадисте келеді, жаңа шахид болған бір кісінің Алла жолында күрескен және ғалымның және жомарт адамды Алла тағаланың алдында қиямет күні есеп қисапқа тартылған кезде олардың амалдары еш болғандығы жайында келтіріледі. Жаңағы күрескер, мен Алла тағала шақырып оны, мен саған нығметтер бергенін мойындайсың ба, сен оған қалай жеттің деген кезде, ол жаңа сенің жолында күрестім, сенің разылығыңды табу үшін жанымды тәнімді құрбан еттім деген кезде Алла тағала оның сөзін жоққа шығарып, сен адамдар көрсін, батыр деп айтсын, пәленше күшті екен, батыл деп айтсын деген ниетпен ғана күрестің, сондықтан саған ештеңке жоқ деп тозаққа сүйрегендігі айтылады. Яғни ол өзінің атақ даңқын сол дүниеде алып қойды. Белгілі бірде мысалға, имеке деп жаңағыда айтылады, кейбірде қареке деп айтып жатады. Ол мысалға енді ниетке байланысты, әркімнің ниеті әрқалай болуы мүмкін. Бұл нәрседен біз сақ болуымыз керек екен. Жаңа екінші ғалымды алып келеді дейді, соншалықты білім, ілім жинап, шәкірт тәрбиелеп, жаңағыдай айтарлықтай сырт көзге енді бір үлкен бір ілгері еңбектер жазып, істеген сыңай болғанмен, Алланың алдына барған кезде Алла тағала оның жүрегінде көретін себебінен оның амалдарын жоққа шығарып, оны жалғаншыға шығарады екен. Сол сияқты да жаңағы жомарт адамда мешіт салдыруы мүмкін, керемет енді жаңағы желдей ескен, рахым желіндей ескен жомарт болып, бірақ ниеті егерде солай дұрыс болмайтын болса, Алла үшін болмайтын болса, онда Алла тағала жоққа шығарады екен. Бірақ ол бұл дүниеде жаңағыдай о жомарт екен, бәке, жәке, сәке деген атаққа ие болады, бас жегізіп, төс жегізіп деген сияқты. Бірақ Алланың алдында алданып қалмауымыз керек екен әрбір мұсылманға. Істеп жүрген амалдарымызға алданып, шайтанның жаңағыдай бөспе әңгімесіне арқадан қаққан мақтауларға біз елігіп ұмытып қалмауымыз керекпіз. Бір адам жаңағыдай енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, ислам дінінде негізі бұның мәселесін бәрін нақты түсіндірген. Бірақ кейде біз оған өреміз жетпей жатады, түсінуге өреміз жетпей жатады. Бірақ негізі дінде бұның бәрі айтылған. Енді Абу Хурайра радиаллаху анху осы мәселе тұрғысында былай деп айтады. Бір адам ораза ұстағанда өзіне мұқият қарасын және үсті басын ретке келтіреді, түрінен оразаның ізі байқалмасын дейді. Яғни осы жерде қазір кішкене бір тоқталатын мәселе болып тұр. Абу Хурайраның айтып отқан мынау нәрсе. Ораза ұстаған адам құдды бір ораза ұстамағандай тың жүру керек қой. Оның шаршағандығы, үсті басты жаңағыдан ретке келтіріп, басқа адамдардың бір назарын аударып, бір пұшайман халде, бір мүсіркеу тірлеген халде болмау керек сіздің сыртқы бейнеңіз. Яғни шаршап қалдың ғой, ой оңай емес, қиын ғой әлбетте, оңай емес деп айтқызатындай бір түр жасап алмау керек та. Тың болу керек адам. Яғни құдды бір сіз ауыз бекітпегендей жүруіңіз керексіз. Ал енді кейбір жерде таң қаласың, кейбір жігіттерге ше, мысалға намаз оқитын бауырларымыз бар, кейбір. Сіз оны танымасаңыз, сіз оны намаз оқиды деп ойламайсыз. Сондай ұстамды.
тіпті оның түр сипатынан намаз оқитындың бір нышаны байқалмайды. Қарап тұрсаңыздар. Ал егер оны жаңағыдай бақылап, оны зерделеп, жақындап танысатын болсаңыз, оның сондай көркем мінезділігіне, құлшылықта табандылығына куә боласыз. Анау қазақта сөз бар ғой, айдағаның бес ешкі, сықырдың жер жарады дейді. Кейбіреуіміз бар, сөзіміздің бәрі жаңағыдай исламның терминдерімен астарлап, әбден зерделеп, оны әбден сәндеп қоямыз да, бірақ ішімізде әшейін бос қуыс таңғырлап тұрған. Жаңағыдай қазақтың айтқаны, айдағаның бес ешкі, сықырдың жер жарады деп, шалапылау оққан кейбір құлшылықтарды соны дәтке қуат аламыз да, дауысымыз жарқын-жарқын шығады. Ал кейбір жігіттерді байқайсың, айтып отырмын, сондай ұстамды, тіпті намаз оқитын да білмейсің. Бір жақынырек келіп таныссаң, бір адамзаттың бір асыл деп түсініп қаласың. Сондықтан да осыны Абу Хурайраның айтпағының мақсаты осы. Яғни ораза ұстаған адам өзін ретке келтіріп, дұрыс жаңағыдай өсіркейтіндей, басқалардың бір назарын аударатындай, бір жанашырлық танытатындай халде болмау керек. Енді бұл рияның айттық қой, біз жасырын жасалынатыны керек болған деп. Енді осы жерде бір оқиғаны келтіріп өткім келіп отыр. Кезінде бір кісі мешітке барып түнімен намаз оқуды өзіне бір ниет қылады. Бұл рия деген нәрсе негізі мұсылмандарға қауіпті. Рияны біз не үшін айтып отырмыз? Рия бұл мұсылмандарға қауіпті. Бұл мұсылмандардың сауабының жауы. Сол үшін де бұны мұсылмандардың я айюхаллазина аману деп Алла тағала иман келтіргендерге қарастырып айтып отыр. Соларға зиян келтіретін болғаннан кейін қарастырып отыр. Болуы мүмкін, әрбір адамның бойында, мұсылманның бойында болуы мүмкін болғаннан кейін пайғамбарымыз қайта-қайта қақсап бұл нәрседен сақтандырып отыр. Енді оқиға келтіріп өтейік. Мешітке келеді бір кісі. Ниет қылып, бәрімізде болады мысалға. Бір ниет қылайыншы, бір тахаджудке тұрайыншы деп. Бірақ оған рия араласып кетпеу керектігін қадағалауымыз керек. Әлгі кісі сол сияқты әдеттегідей мешітке келіп бір намаз оқи қояйын, түнімен бұл құлшылық жасайын деп мешітке кіріп келеді. Жаңағы құптан намазынан кейін бәрі шығып кеткеннен кейін намазға тұрып, сондай ықыласпен тұрады. Сол кезде мешіттің ішінен қаңғырлаған, тысырлаған дауыс шығады. Ол кісі ойлайды, енді түннің бір уақыты ғой. Кім келсе де бір тақуа адам келді. Құдайға құлшылығы бар, өзім сияқты бір тақуа адам келді деп намазына жаңағыдай рия кіріп кетеді. Соншалықты ықыласпен оқып, ол көріп қалсын деген ниетпен намазын ықыласпен оқиды, тіпті көз жасын бұлап, сол жерден истиғфарын айтады, мұстахаб сүннеттерін бәрінен жеке-жеке хақысын беріп, әдемі болып, таң атқанша солай жалғасады. Таң атқанша жылап сықтап, енді ана адам мешіттің ішіне жарық түсіп көріне бастаған кезде жаңа адам қаяқта жүр екен деп айналасына көз жүгіртсе, бір бұрышта ит жатыр екен. Сол түнде жаңа тықырлатып келген қаңғыбас ит жаураған ба, мешіттің ішіне кіріп кеткен ғой. Сөйтсе сол ана кісі ей бишара деп сол кезде қатты өкінген екен. Көздерінен жас, еріксіз жас шығып, ей бишарай, Алла тағала сені бір қаңғыбас итпен тәрбиелеп қойды ғой деп өз-өзіне, өзінің тірлігіне қатты ұялған екен дейді. Мінекей сондай сияқты күнімізде болады негізінде, әрбір адамның тарихында болатын жағдайлар. Дегенмен игілікті жария жасаудың да кейбір орындары бар. Ол барлығын жасырын жасай беруге деген сөз емес. Жария жасайтын жері болады. Құран кәрімде былай деп айтады, астағфирулла мағынасында, қайырым садақаларды ашық түрде бергендердің қандай жақсы. Қайырым садақаларды ашық түрде бергендерің қандай жақсы. Ал егер жасырын жоқ жетікке бергендерің, әрине бұл өздерің үшін әлдеқайда қайырлы болмақ делінген. Жалпы қорытып айтқанда жасырын садақа, жария садақа деген болады. Жария садақа қашан жасалынады? Егер адам өзінің ықыласына нақты сенімді болатын болса, жария жасаған абзалырақ. Өйткені біз қазір осындай қоғамда өмір сүріп жатқан кезде ол жаңағыдай дауысталып, енді бұл кейбір кезде рияның кіруі мүмкін емес құлшылықтар бар. Мысалы намаз оқу. Намаз оқып отқан парыз намаздарда сізге жүрегіңізге рия кірмейді, өйткені барлығы біледі оны. Көпшілік оқиды, көпшілікпен бірге оқисыз. Ораза мысалға, парыз еткен ораза. Ол кезде де не болмайды? Адамның жүрегіне рия кірмейді, өйткені көпшілік ұстайды. Парыз болғаннан кейін, сізге міндеттелгеннен кейін сіз де ұстайсыз. Қажылыққа бару мысалға, парыз қажылықтарға, зекетін беру, бұлардың бәріне рия кіріп кету мүмкіншілігі өте аз. Алайда бұл жерде қосымша нәпіл намаздар, сүннет намаздарын оқыған кезде, сүннет амалдарын артығымен жасау кезінде бұл рияның кіретін уақыты сол кезде екен.
Сол үшін жария садақа жасаған кезде де адам егер қоғамға мына ситуацияға қарау керек. Егер қоғамда сондай фитна таралған болса, адамдар сараң болып баратса, игілікке деген адамдардың құштарлығы азайып баратқанда, жария садақаның пайдасы бар екен. Басқаларға үлгі беру үшін, бірақ онда да адам өзіне, жан жүрегіне сақ болу керек, қадағалау керек, рияның кіріп кетпеуін жіті бақылауда ұстау керек. Айтып отырық қой, ол рия деген нәрсе өте сондай болып кіреді, сізге құдды бір өзіңіз де алданып қаласыз. Мен Алла разылығы үшін істеп жатырмын, мен қоғамның пайдасы үшін істеп жатырмын, заманның талабы сол деп, бірақ ар жақта түкпірде жатқан бір кішкентай бір сұмпайы дейді ғой, бір ішкі сұмырайыңыз ғана білетін, бір кішкентай бір қараңғыда жатқан, қара тастың үстінде жатқан қара құмырсқа секілді бір жаман дерт, ол рия жатуы мүмкін. Ар жақта рейтинг көтеріп алу керек, дүниелік мақсаттарда, иман болу деген мысалға, кейбір мақсаттарға пайдаланып кету, соны айтты ғой, дүние табудың жолдары қылып алмауымыз керекпіз. Алла тағала сондай бізді риякершіліктен, жүректің дерттерінен сақтасын. Егер сондай жүрегімізде сондай ауруларды осы уақытқа дейін шырмалған болса, жүрегіміз сондай қарайып кеткен болған болса, осы оразада жүрегіміз Алла тағала тазалап берсін. Алла тағаладан ол жайында біз үлкен көмек сұрауымыз керекпіз. Алла тағала жарылқаса адамның күні жарық болады иншалла.